Сәлеметсіз бе, Қасеке? Осман, асық сен. Қасеке, асықсың дейсіз бе? Жаңыл үйде дайындалып жатыр еді. Үйге жүрсеңіз. Жоқ. Қасеке алдында келісіп еді ғой, бірге отырып шай ішіп. Жоқ! Шай ішетін уақыт жоқ менде. Шаруаңыз болса? Қасеке, не болды? Сіз бізде өзіңнің солдатың емес? Шаруаңызды айтыңыз. Шаруа дейсіз бе? Я шаруамның бар екені рас. Қасболат Ысқақович. Келгенмен 3-4 жұрттың тіпті маған қарағысы да келмейді. Бәрінен де сүтке теген күшіктей қараған қорлық өтіп барады Қасболат Ысқақович. Я! Ол өте қиын жағдай. Оны алдымен тиісті орындар тексеру керек. Жауабын кейін айтамыз. Қайдағы тиісті органдар? Қасеке, сіз мені білуші едіңіз ғой? Мен сізді 42 жылға дейін білем. Одан кейін не істегеніңізді білмеймін. Былай тұрыңыз. Қасеке! Тақ қолымды! Қасеке! Қайдағы 42 жыл, Қасеке! Қасеке, сіз мені білуші едіңіз ғой? Мен сенің адал солдатымын ғой, Қасеке! Осман, қой енді. Осылай өз жанды кеміріп жата бересің бе? Бір қарекет етпейсің бе? Ей, тағы да бастадың ба не? Әлде саған да керегім болмай қалды ма? Өзің әбден қашыған екенсің. Я қашыдым! Дүниенің не болып кеткенін білмеймін! Жаудың тозағына да төсіп келдің ғой. Жау тұтқында 3 жыл болдым, жаңа. Сол болады. Талай босақта шыдай алмай өліп жатты. Таңертең оянғанда жаныңда серейіп өліп жата түстейсің бе? Бірақ ұсақ кете алмай. Қажырлыйдан ғой, Осман. Я қажырлы сияқты еді. Бірақ жұрттың бәрі маған сұқтан. Одан да қанша дегенмен ағайын арасы. А? Әлде әр ауылдан бір жаппаспай табылмайды дейсің бе? Туыстығы болмаса да мінайдар шал бізге кішкентай баласы. Қалауыш жанды бауырыма басты. Өткен басына түсіп келе жатыр. Аман болар. Ықтасын. Төңмараның қолтығына қойын аналайтын ақ жер еді ғой. Алмаған ғой. Жел кішкене құм бүйірде қалады. Кішкене құмға соқтыңыздар ма? Бір жағдайына жетігеді. Дөңғараның маңында болмағаны ғой. Қамданамын деп кішкене құмға қарай өтіп кетпесе. Кішкене құмға соқтыңыздар ма? Қияқа дейін ойысып барып, сонау аттан шоқының бер жағынан, оның бер жағындағы бөгенді құмның маңын түгел аралап шықты. Құм дегенің моң шұқыр. Ай, қоспан-ай, көзімізге түсе қоймады.